Барлықтарыңызға сәлем. Доха мемлекетіне саяхаттаған кезде қандай орындарға саяхаттау керек, қандай орындар бар саяхатқа, сол туралы айтатын боламын. Сол себепті мен парақшама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Жалпы мен саяхатым август айында болды. Күн қатты ыстық емес, бірақ өте қатты влажный. Мысалы, ыстық сізге өтпейді, бірақ демалу жағынан қиын болады. Солынысы минус. Суға түссеңіздер су жып-жылы, бірақ ол саяхатыңызды құртпайды. Керісінше судың жылулығы сіздің суда көп түсуіңізге мүмкіндік береді. Біраз шомылып, одан кейін такси шақырып баратын жеріңізге барсаңыз болады. Жалпы Дохада таксимен қатынаймын десеңіздер, Uber қосымшасын қолдансаңыздар өте тиімді. Бұда бағасын сразу көрсетеді, сол жағынан тиімді. Өйткені басқа араб мемлекеттеріне барсаңыздар, олар километрына алатын болады. Бұл жақта осы Uber толыққанды бағасын көрсетеді, сол арқылы баратын жеріңізге дейін адам Б точкасына дейінгі бағаны толық біле аласыздар. Қазір бұйырса осы жерден 50 шақырым жерде пандалар үйі деген бар. Осы Дохадан қазір Лусайл деген автовокзалға барып, сол жерден такси шақырып, сол пандалар үйіне баратын боламын. Билет алдын ала сатып алу керек. Билет құны бір адамға 50 реалға шығады. Теңгеге шаққанда астында тұр, қазіргі курс бойынша. Негізі бұл өзгеріссіз. Катарда курс бағасы ешқашан өзгермейді. Әрдайым бір қалыпта тұрады. Жалпы пандалар үйіне сіздер Лусайл автовокзалына барып, сол жерден автобусқа отырып, Аль-Хор деген бағыт бойынша жүрсеңіздер болады. Бағасы 15 реалның шамалығында шығады бір адамға шаққанда. Ал мен 3 адам болғандықтан, мен қазір ата-анамен қыдырып жүрмін, сол себепті ол жаққа прямой баруды жөн көріп отырмын. Лусайл деген станциядан жақын болып тұр. Ол сол точкадан, сол Аль-Хор пандалар үйіне дейін 45 реалға шығып тұр. Мен солай баруды жөн көріп отырмын. Өйткені былай мен Аль-Хорға барып, Аль-Хордан тағы да такси шақырсам, ол біраз ақша болады. Поэтому маған прямо барған тиімдірек. Жалпы сол панда үйіне кіру құны 50 реал, ал оның қасында Аль-Хор зоопарк орналасқан. Ол зоопаркқа кіру ол бөлек төленеді. Оның бағасы астында жазылып тұр. Оның бағасы қатты қымбат емес, ал мына пандалар үйінің бағасы өте қымбат, поэтому заранее билет алуларыңыз керек. Билет қайтарылмайды. Лусайл автовокзалынан осы Аль-Хор панда үйіне дейін 44 реалға шықты такси. Ана жерде тағы да таксилер тұр. Сол жерден бағаны түсіріп 40 шамасында такси заказ берсеңіздер болады. Мен Uberмен заказ берген болатынмын. Аль-Хордан кейін осы панданың үйінен шығып, оның қасында осы Аль-Хор зоо деген орналасқан зоопарк. Онда кіру құны бір адамға 15 реал. Теңгеге шаққанда астында тұр. Онда жираф, тағы да басқа қызықтар бар. Интернеттен ол туралы іздеп көрсеңіздер болады. Жалпы біз таңдаған отель Хэмптон бе Хилтон болды. Бассейні жоқ, бірақ басқа жағдайдың бәрі жасалған. Арнайы пляжға арнайы трансфермен апарып тастайды. Таңғы сағат 10-нан обратно, түскі сағат 2-нің аралығында обратно апарып тастайды. Ал өздеріңіз бетіп қайта берем десеңіздер, 1 сағат шомылып, одан кейін такси бұл жақта қымбат емес, сол такси шақырып, немесе қасындағы бір метро станциясына отырып баратын жеріңізге барсаңыз болады. Катара деген жерге келіңіздер міндетті түрде, өйткені бұл жер өте әдемі. Рим стилінде салынған. Туристарға барлық жағдай жасалған. Күн ыстық десеңіз, астыңыздан жел соғып тұрады. Бағалары қатты қымбат емес. Барлық Carrefour деген сияқты супермаркеттардағы бағалармен тең. Егер сусындар барлығын ішеміз десеңіздер.
Және де бұл жақтың жағалауы бар. Жағалауында қайыққа отырсаңыздар болады. Және де мынандай биік ғимараттарға қарасаңыздар әдемі көрініс ашылады. Осы Катарға сіздер прямой метро станциясы арқылы жете аласыздар. Сол арқылы ішіне кіріп, осы Катарға кірсеңіздер болады. Бұл жақта өте ыстықтамайсыздар, өйткені астынан вентиляция соғып тұрады. Келесі локация осындай Катарлық Венеция деп аталады. Бұл жер өте әдемі, бірақ қысқа уақытқа негізінде тұратын еді, өйткені дала өте қатты ыстық. Жалпы Катарға август айында келсеңіздер өте қатты ыстық болады. Бірақ қыдыратын жер бәрібір де бар, условия қарастырылған. Бірақ негізгі саяхат үшін ең тиімді уақыт қыс мезгілінде. Қыс мезгілінде келсеңіздер дала салқын болады, суда салқын болады. Қазір су ыстықтау біраз. Далаға шықсаңыз қапырақ сондай болып тұр. Бірақ катарлықтар туристер үшін біраз жағдай жасап қойған. Сол үшін егер мүмкіндік болса жазда да келуге болады. Жалпы Катардың центральный базары ең бірінші баратын орындардың бірі, өйткені бұл жақта қызықтың бәрі бар, арабский стиль қатты сезіледі. Және де сатып аламын десеңіздер көптеген нәрсе бар бұл жақта. Келесі міндетті түрде бару керек жер бұл Катардың ұлттық музейі. Кіру құны 3000 теңге, теңгеге шаққанда бұл жерде сіздер Катардың толық осы тәуелсіздікке дейінгі тарихын және қазіргі жеткен жетістіктерін көрсеңіздер болады. Жалпы Дохаға келіп жатсаңыздар, метроның 3 линиясы бар, трамвайдың 2 линиясы бар. Бұл жақта туристарға жақсы қарастырып қойған. Мысалы, бір аптаға бір карта аласыздар, қағаз карта. Онда қанша отырам десеңіздер де өздеріңіз білесіздер, ол безлимит. Ол трамваймен және метроға арналған. Ал былайынан разовый дейтін бар, бір лез отырғанға. Оның бағасы арзан болады, ал бір апта қалсаңыздар, қанша отырам десеңіздер де өздеріңіз білесіздер. Сол жағынан өте тиімді. Дохаға келгенде сол картаны қай жерден алу керек, соны көрсетем. Ол әр станцияда қарастырылған. Любой станцияға барасыздар, сол жерден арнайы карта алсаңыздар болады. Разовый немесе осы бір апталыққа безлимит алсаңыздар болады. Осы картаны мына жақта офистар орналасқан, немесе осындай аппараттан алсаңыздар болады. Мысалы, күндік және де апталық. Мысалы, күндікті бассақ, бізге бір адамға 6 реалдан шығады. Ал бізде апталықты алсаңыздар, бір адамға 40 реалға шығады. Ол безлимит. Ол 7 күнге арналған сіздерге. Осы жерден оплата жасап, не картамен, немесе наличныймен төлеп алсаңыздар болады. Мен өз басым бұл жаққа келгенде осы бір апталықты алған болатын. Картаң мынандай түрлі болады. Жұп-жұмсақ. Бір аптаға былай да былай жетіп тұр. Баратын жеріңіздің бәріне қанша қатынаймын десеңіз де өзіңіз білесіз. Сол жағы өте ыңғайлы. Жалпы бұл жақтың метросы 3 типқа бөлінеді. Бұл вагон ер адамдарға арналған, және әйелі бала шағасы бар адамдарға отбасылық деп қарастырылған. Бұл жаққа ер адамдарға жалғыз кіруге болмайды. Және де одан бөлек голд бар, оның бағасы бөлек, ал мына family мен стандарттың бағасы бірдей. Голдқа жеке ақша төлеу керек болады. Жалпы Біріккен Араб Әмірлігімен осы Катарды салыстыратын болсақ, Катарда енді баратын жер енді ғана ашылып жатыр, көптеген жерлер. Ал Дубайда енді баяғыдан ол туристік аймақ болғандықтан ол жерде көп. Ал тазалыққа келетін болсақ, осы жақ бірінші орында, өйткені көшелері өте таза, бір қоқым көрмейсіз. Ал Дубайда біраз жерлерде қоқым, біраз сондай нәрселер бар. И заң жағынан да бұл жақта заң қатал. Ал Біріккен Араб Әмірлігінде заң бұл жақпен салыстырғанда өте жұмсақ. Жалпы бұл жақтың тамағына келетін болсақ, бұл жақта енді арзаннан қымбатына дейін бар. Арзан бағада есептейтін болсақ, мен сіздерге қазір бір меню көрсетем. Ол өте арзан бағада. Мысалы, біз ата-анамен келгеннен кейін бізге түскі тамаққа 15 мың, кешкі тамаққа 15 мың кетті. Отелімізде өзі таңғы ас болды. Сол себепті күніне 30 мың теңгеден кетті. Егер екі адам немесе бір адам болып келсеңіздер, шығын аз болады. Ал қымбат жағына келетін болсақ, енді ол өздеріңіздің таңдауларыңызға қарай шешетін боласыздар. Ең арзаны осылайынан шығады, негізінде бір 10 мың 15 мың шығады, ең арзанымен шешетін болсаңыздар. Осы жердегі менюдағы бағаларды конверсияға салып, теңгеге шақырып көре аласыздар. Видеоны стопқа қойып, сөйтіп теңгеге шаққанда қанша теңге болады, соны білсеңіздер болады. Жалпы бұл өте төмен бағадағы тамақ ішетін орындардың бірі болып саналады. Негізгі бағалар осыдан ары қарай көтеріле береді.
Тамақтары жақсы, бірақ суп деген нәрсені көп таппайсыз. Куриный суп дегендері бар, бірақ өте қою. Бізге таңсық нәрселер көп бұл жақта. Көбінесе қою тамақтар, плов, немесе кебаб, донер, бургер деген сияқты сондай нәрселер ол жақта. Тағы да бір салыстыратын жайт, Біріккен Араб Әмірлігі мен осы Катардың айырмашылығында, Катар көбінесе араб стилінде, көбінесе. Ал Біріккен Араб Әмірлігіне барсаңыздар, ол жақта зәулім ғимараттар, бәрі заманға сай салынған. Бұл жақта да жағдай жасалған араб стилінде болса да, сонысы қызық. Мен осы саяхат ата-анаммен қыдырғаннан кейін көп жерде түсіре алмадым видеоға. Сол себепті баратын жерлердің тізімін осы видеоның астына қалдырып кететін боламын. Сол жерден көрсеңіздер болады. Видеоны аяғына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет. Қазақ тілі контентін қолдау үшін парақшама тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Видео сіздерге ұнады деген ойдамын.